Қазақстанның жалпыға тән ресми паспорт қолданған азаматтары мен Өзбекстан және Тәжікстан азаматтарының Түркияға саяхаттарында әр 180 күндік келулерінде 90 күндік тұру мерзімінен аспайтындай 30 күнге берілген тұру мерзімі 90 күнге ұзартылды. Сегодня пришло оповещение, мы также связались с посольством Турции в Астане. Бүгін бізге Қазақстан азаматтары Түркия аумағында визасыз жүру мерзімі 30 күннен 90 күнге ұзартылды деген хабарландыру келіп түсті. Түркия елінің елшілігінен біз растау алдық. Бұрын Қазақстан азаматтары үшін визасыз 30 күн болатын. Енді ол 90 күнге ұзартылды. Бұл өте танымал мемлекет болғандықтан Қазақстан азаматтары үшін жақсы мүмкіндік. Түркия президенті Реджеп Эрдоған осындай жарлыққа 2018 жылдың 10 қараша күні қол қойды. Туристік агенттіктер Қазақстан азаматтары үшін бұл таптырмас мүмкіндік дейді. Себебі жаңа жыл қарсаңында Қазақстан азаматтарының Түркия мемлекетіне сұранысы артады екен. Граждане Казахстана могут посетить более 70 стран без визы. Қазақстан азаматтары бүгінде 70-тен аса мемлекетте визасыз демала алады. Жаңа жылдық уақытта көптеген қазақстандық азаматтар Түркия, Египет елдеріне барып демалуды жөн көреді. Ал енді Түркия мемлекетіне визасыз маусым 90 күнге созылғандықтан қазақстандықтардың басым көпшілігі Түркия мемлекетіне ұсыныстары артады деп күтілуде. Екіншіден, осындай амалмен Түркия мемлекеті елге келетін туристердің ағынын ұлғайтуды жоспарлап отыр. Осыған сәйкес Түркияға саяхаттаушы Қазақстан азаматтарының түрік жерінде визасыз жүру мерзімі 90 күннен аспауы тиіс. Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан азаматтары үшін түрік елінде визасыз жүру мерзімі 30 күн болатын.